Бибігүл апайымыз зерттеу сабағын жүргізді. Сабақ талдамас бұрын Бибігүл апайымызға сөз берсек. Мен өзім мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Мақсатыма сәйкес критерийлер, оған сәйкес тапсырма берілді. Тапсырмада өзіміз бірлесіп құрғандағыдай әр оқушының қажеттілігін ескере алдым деп ойлаймын. Мен бұл жерде уақыттан қалып тұрмын. Яғни мен сабақтың басын сәл қобалжып қалмайын. Оқушылар өзінің қажеттілігіне сай тапсырмаларды орындай білді. Сондықтан да олар оқу мақсатына жететін шығар деген ойдамын. Ал егер де бұрынғы жаңағы үйреншікті бір қалыпта тапсырмаларды топтық қылып, жұптыққа отырғысы келмесе де жұптыққа күштейтін болса, онда оларда да әлі түсінбеушіліктер көп болады деп ойлаймын. Ары қарай өздеріңіз бағалайсыздар. Қай жөнінде дұрыс? Онда мен ең алдымен мұғалімнің іс-әрекетіне тоқталғым келіп тұр. Мұғалімнің іс-әрекетін талдаған, бақылаған бізде Қуандық Айгүл апай. Айгүл апай, бүгінгі сабақта мұғалім өз мақсатына жете алды ма? Біріншіден осы Бибігүл апайға мен тағы да рахметімді айтқым келіп отыр. Бүгінгі сабақ маған өте ұнады. Сабақтың мақсаты нақты басында айқындалып өтті. Кеше біздің жоспарлағанымыздай мұғалім сабақтың мақсатын білім алушылардың толық түсінді ма, түсінбеді ма, соған көз жеткізіп өтті, байқасаңыздар. Біз жоспарлаған әдіс тәсілдер осы сабақта өз тиімділігін көрсетті. Оның дәлелі жаңа тақырыпты игеруге ықпал ететін жұмыстың әртүрлі формалары көрсетілді. Топтық, жұптық, жеке жұмыстар осы жерде жаңағы жоспарланған әдіс тәсілдеріміздің өте тиімді болғандығын көрсетіп, мен сол жеріне риза болдым. Жоспарланған әдіс тәсілдердің қолдану тиімділігін осы жерде анық көрсете білді. Сабақ басында менің жоспарлаған болжамым расталды. Мен рахметімді айтамын. Сізге жалпы өзіңіз таң қалған іс-әрекет немесе тамаша жағын көрдіңіз бе? Мен енді таң қалған тұсым деп, енді қатты таң қалмасам да өзіме жағымды көрініс көрсеткен жері болды. Балалардың жаппай Бердібек Соқпақбаевтың жазған кітабымен толық қамтылған. Мен соған таң қалдым. Бұл кез келген адам қолынан келе беретін нәрсе емес деп ойлаймын. Зерттеудің сұрақтарына сәйкес әр тапсырмалар білім алушылардың жеке қасиеттерін орындай алатындарын ескере отырып ортаға ұсынылды. Сол маған ұнады сол жерде. Сәтсіз тұсын көргеніңіз бар ма? Мен сәтсіз тұс деп айтуға келмейтін шығар. Жаңа Бибігүлдің өзінің айтқанындай уақыт тиімді қолдану сол жерде. Уақыт. Жақсы, онда оқушының іс-әрекетін бақылайтын мұғалімдерге сөз берсек. Бірінші Венер апай, қалай ойлайсыз? Өз бақылауыңыздағы оқушылар өзіңіз алдын ала болжаған мақсатқа жете алды ма? Менің бақылауымдағы үздік оқушылар, алтын оқушы, олар мен өзім болжаған әдістерге сабақ жоспарына сай дұрыс болжам жасай алды. Олардың қажеттілігіне сай, мысалға Ердәулет пен Аруна сауалнаманың нәтижесінде жұптық жұмысты қажет екенін айтқан. Айкөркем мен Аружан сурет салуды қажеттілігіне көрсеткен сауалнаманың нәтижесінде. Соған сай тапсырмаларды орындап, ол біздің әдіс тәсіліміз оң нәтижесін берді. Енді мендегі бір оқушым, Аяулым деген оқушым, сауалнаманың нәтижесінде ол топтық жұмысты белгілеген екен да. Ал енді ол Аяулым. Ол белсенді қатыспай отыр да, себебі ол топтық жұмыс емес, енді түсіндім дейді, мен Айару ұқсап жеке жұмыс жасағанды жақсы көрем дейді. Айару деген қызымыз былтырғы зерттеудің жемісін беріп отыр. Маған өзіме сенімдімін дейді. Мен ашық сұрақтарды құрастыра аламын. Ары қарай осындай құрастырып жұмыс жасай берсек деп отыр. Менің бақылауымдағы оқушылар бүгін өзім болжағанға жетті деп айтам, мақсаттарына жете алды деп айтамын. Себебі жаңағы сауалнама алдық қой, соның барысында Айзере деген қызым
мен көшбасшылықты жақсы көрем деді. Бағана ойынға шыққан кезінде көшбасшының рөлінде тұрып, неғып барлығына